Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Әсем. Бүгін біз подарочный пакет, яғни Рамазан айына арналған подарочный пакет, оның ішіне конфет немесе өзіңіз дайындаған кішігірім сыйлықты, яғни финики, коробка шоколад, кішкентай, сондай өзіңіздің подаркыңызды ораза ұстаған адамға сыйласаңыздар болады. Алдымен осы шаблондарды мен қиып алдым. Уақыт алмас үшін уже қиып дайындап алдым. Мына екі жерінен тесікпен дыраколмен тесіп алдым. Оның еш қиындығы жоқ. Енді осының жиналуын көрсетемін. Ал бұл шаблондарды менің тегін телеграм каналымнан алсаңыздар болады, сол жерге саламын. Ал уже полный осындай шаблонның полный наборы керек десеңіздер, яғни осындай открытка, Алланың 99 есімі жазылған буклет, яғни бұны магнитный бетте немесе жай бетте шығарсаңыздар болады. Календарь, осылардың барлығы менің вип каналымда бар, сол жерден алсаңыздар болады. Ал бұл еще судың оберткалары болады, финиктардың оберткалары, птичье молоко, шоколадтардың оберткалары, солардың бәрін менің вип каналымнан алсаңыздар болады. Ал бұл шаблонды мен өзімнің тегін телеграм каналыма саламын. Бірінші YouTube каналыма тіркеліп, сол жерден алсаңыздар болады. Енді кеттік, ары қарай жалғастырайық. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен осыны қиып алғаннан кейін бұл сызықтарымен біз беговкамен жүгіртіп шығуымыз керек. Беговканың орнына кез келген үшкір предметті қолдансаңыздар болады. Мен өзім канцелярский нож қолдандым. Сіздер өздеріңіз егер мен канцелярский ножпен қиып алам десеңіздер, кесіп алам десеңіздер, онда басқа нәрсені қолдансаңыздар болады. Ең бастысы басы тупой и үшкір болу керек. Өйстіп былай асықпай, канцелярский нож қолдансаңыздар, қатты батырмай істеңіздер, өйткені ол бетімізді кесіп кетуі мүмкін. Бұндай шаблонды шығарғанда 200-ден 230, 260, 300 граммға дейінгі бетте шығарғанға болады. Бетіңіздің граммовкасы қатты болған сайын, көп болған сайын, бетіңіз қатты мықты болады. Мен мұнаны 230 граммдық бетте шығардым. Сіздер егер ондан жоғарырақ граммовкадағы беттер болса, соларды қолдансаңыздар болады. Асықпай жүгіртіп шығамыз. Жүгіртіп шыққаннан кейін бізге двухсторонний скотч керек. Онда дайындап аласыздар. Жуандауы да болады, немесе кішкентай жіңішкесі де болады. Енді осы қиған сызықтарымызбен осылай бүктеп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұны беговкамен жүгіртіп алсаңыз, алдын ала өте жеңіл бүктеледі және ешқандай қиындықсыз, әдемі, мыжықсыз, мыжылмай жақсы болып шығады. Міне осыларды кесіп, осыларды бүктеп аламыз. Ары қарай жинаймыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Достар, онда көптеген қызықты видеолар өте көп, яғни тойбастарға байланысты барлық жасалу жолдары туралы видеолар бар. Яғни видео пригласительный жасау, баннер жасау, банбанерки жасау, банбанерки жасаудан қыр сырлары, яғни солардың барлығын көрсеңіздер болады. Өздеріңіз мини-бизнес бастасаңыздар болады, немесе өздеріңізге керекті нәрсені үйреніп алып, өздеріңіздің мерейтойларыңызға, тойларыңызға арнап, өз тойларыңызды өздеріңіз ұйымдастырсаңыздар болады, яғни. Осыны бүктеп алдық. Енді бұл жерде мына жеріне және мына жеріне біз двухсторонний скотч жабыстырамыз. Двухсторонний скотч жабыстырамыз. Осылай. Подарочный пакеттердің басқа да шаблондары менің вип каналымда бар. Және де мына бір шетінің
бір жақ бөлігінің астына мына жеріне тағы да двухсторонний скотч жабыстырамыз, өйткені бұл түбін біз біріктіреміз. Сол үшін двухсторонний скотчты осылай жабыстырып аламыз. Осылай алып, мына жағын тура келтіріп, осылай әдемілеп екі бөлігін біріктіреміз. Бұны сіздер ауыш парақта да шығарсаңыздар болады, ауыш форматтағы парақта. Онда сіздің подарочный пакетіңіз үлкендеу болады. Немесе осындай мини пакет жасайын десеңіз, онда осындай А4 парақта шығарсаңыздар болады. Мына жерін алып аламыз, сосын келесі екі бетін біріктіреміз. Асықпай бұрыштарын келтіріп, дәлдеп, осылай бүйтіп қойып, түбін келтіреміз осылай. Осылай бүйтіп жабыстырамыз. Енді бұны астыңғы қарап тұрсаңыздар, мына екі шетін ішіне қарай қайырамыз. Содан кейін бір жақ бөлігін, содан кейін екінші жақ бөлігін двухсторонний скотчты алып тастап, сына өстіп қосамыз. Енді мына жерге бізге лента байлау керек. Қазір лента алып келіп бізге көрсетемін. Осындай түсті лента алдым мен. Сіздер кез келген өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай алсаңыздар болады. Мына примерно міне мына ручкасына қанша сантиметр кететінін көрсетейін. Примерно 30 сантиметр қиып аласыз. Содан кейін тағы бір соған дәлдеп, тоже 30 сантиметр қиып аламыз. Енді бізге мынандай клей пистолет керек, горячий клей, яғни. Соны біз бұл лентаны қағаз коробкаға біріктіру үшін, қатты ұстап тұру үшін осыны қолданатын боламыз. Бірінші алдымен біз лентамызды тесіктерінен өткізіп, осылай кіргізіп аламыз. Одан кейін осылай аударып, мына ішінен мына басын мына жеріне жағына, мына жер екінші жағына, мына жағына қарай жабыстырамыз. Бүйтіп жабыстырып, соның ішіне делетін жерін ішіне қарай қайырамыз. Міне. Алдымен пистолетімізді қыздырып алдық. Енді мына ішіне бүйтіп жабыстырамыз. Көрініп тұрған шығар деп ойлаймын сіздерге. Кішкентай бір точка қойсаңыздар жеткілікті. Содан кейін екінші жағын жабыстырамыз. Жабыстырып алдық. Енді бұл шетін ішіне қарай бүктейміз. Ішіне қарай бүктеп, мына жерін тағы да бір рет пистолет клеймен жағынан жабыстырып аламыз. Бұл кішкене ішіне қарай қайырылып, әдемілі болып тұру үшін. Екінші жағын жасаймыз. Екінші бетін, яғни.
былай дыркаларына кіргізгенде лентамыз ыдырап кетпес үшін өйстіп бүктеп барып ішіне кіргізіңіздер. Сонда лентаңыздың басы ыдырап кетпейді, жалбырап тұрмайды, әдемі болып тұрады. Ол бомбонеркиларға да мен солай жасаймын. Өйткені бомбонеркиді бантигін байлағанда әдемі көрініп тұру үшін осылай оны ыдырамай әдемі болып тұру керек. Сонда сіздерге сіріңке де керек жоқ болады. Оның каждый бетін, каждый ұшын лентаны күйдіріп отырмас үшін. Екінші жабыстырып алдық. Клейді қолданғанда абайлап қолданыңыздар, өйткені қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Енді бүйтіп аккуратно ішіне қарай жабыстырамыз. Неке біздің пакетигіміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма подписка жасап, осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.